Құрметті әріптестер, мен сіздерге осы жылы жаңадан қайталанып жатқан педагогикадан келетін ең жаңа тесттермен бөлісетін боламын. Енді бірінші сұрақ бізде дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және дамытудағы тиімді тәсілдер. Бұл эксперимент және зияткерлік тапсырмалар беру болады. Келесі сұрақ: бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатыны байқалады дейді. Бұл шоғырлану. Оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты. Уәж. Келесі сұрақ бізде көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі. Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру болады. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы. Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған. Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты. Күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ. Түрткі болу. Келесі тапсырма бізде үздік оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алатынын көрсететін сенімді өлшем. Фирман. Есте сақтау және білім. Дұрыс жауабы. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Қадағалау сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті. Оқушының сұраққа жауабын тыңдау. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізі. Бұл арада оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізі дәріс болады. Келесі сұрақ: әртүрлі жастағы табысты сыныптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып қолданып отыру рөлі. Бұл арадағы дұрыс жауап үйлестіруші. Жеке адамның жан-жақты дамуына, оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне жасауды талап ететін оқыту принципі. Бұл бағыттылық. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік. Оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау. Келесі сұрақ бізде адамгершілік тәрбиесінің міндеттері. Адамдарға құрмет сезімін дамыту. Выготский бойынша жақсы тиімді оқыту. Дамудың алдына озып отыратын оқыту. Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілген алгоритмдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі репродуктивті болады. Келесі сұрақ: оқушылардың барлық қорытындыларды бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлаудың ерекшелігі. Бұл арадағы сыни ойлаудың ерекшелігі сыңар жақтылықтың болмауы болады. Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпаратты коммуникациялық технологиялар көмегімен көрсету аспектілері арасындағы сәйкестік. Өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету. Мерсердің зерттеуіне сәйкес
ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты талқылауларда басымдылыққа ие болатын әңгіменің түрі. Мұның дұрыс жауабы зерттеушілік әңгіме болады. Келесі сұрақ. Жұмыс жадысы болып табылады дейді. Бұл арадағы жұмыс жадысы болып табылатын қысқа мерзімді жады. Шулман құзырлы мұғалімге тән 3 белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы. Оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі. Әлеуметтік, танымдық және аффекттік компоненттер үйлесімі. Бұл арадағы аффекттік компоненттер үйлесімі мен тұжырымдамасы. Дұрыс жауабы осы болады. Александр қателіктер мен тәуекелдерді азайта отырып, таңдауды қысқартуға және түсініктер мен қағидаттарды жеткізуді тездетуге ықпал ететін сауалнама мен талқылаудың жиынтығы арқылы өзара түсінікке қол жеткізу. Бұл дұрыс жауабы диалог. Келесі сұрақ. Выготский пікірінше оқушының өзекті даму деңгейі. Оқушының өзекті даму деңгейі дұрыс жауабы оқушының өз бетінше орындай алатын тапсырмалардың көмегімен анықталады. Материалды оқып үйренудегі жылдамдық темпі, қиындықтың жоғары деңгейі бұл қай дидактиктің идеясы дейді. Занкоптың мәселесі бойынша мұның дұрыс жауабы педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу. Келесі сұрақ. Адам дамуына тәрбиенің жетекші ықпал етуінің себебі неде болуы мүмкін? Тәрбие беру процесінің мазмұны, тәрбие беру процесіндегі жетістіктер, тәрбие беру процесінің мазмұны мен ұйымдастыруындағы жетістіктер болады. Келесі сұрақ. Оқушыларда өзіндік мақсатын қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесін көрсетіңіз дейді. Бұл арадағы дұрыс жауап алаңдау. Выготский зерттеулерінің теориялық атауы. Дұрыс жауабы мәдени тарихи даму теориясы болады екен. Адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі. Бұл арадағы дұрыс жауап білім. Мұғалім сабақта білім әлеміне терезе ашып қана қоймай, өзін көрсетеді. Оқушылар алдында өзінің рухани әлемін, рухани байлығын ашады деген пікірдің иесі В.А. Сухомолонский. Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау. Оқу үшін бағалау. Келесі сұрақ. Жаңа педагогика тәсілдемесінің аясында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды. Құрметті әріптестер, осыменен біздің бүгінгі тест аяқталды. Тіл білімі YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.